пен майын ірімшігін айналдырып қоятын бір ұшығын. Балалық пен бақытты байқамаппыз әжеміздің түсіндей бұрын сырын демекші балалар. Біз бұл өлеңді тыңдағанда кімге есімізге түсіреміз? Яғни бұл кімнің орындауда қандай ән? Қарақат Динаның өлеңі. Асыл әжем өлеңі, иә балалар. Жақсы, олай болса балалар, біздің бүгінгі өтетін сабағымыз да, тапсырмамыз да Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» емес. Дәптерлерімізді ашып балалар, бүгінгі күнді тақырыпты жазып қоямыз. Және осы олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреткерлермен қарама-қарсы суреттеулерді табу, және осы оқу мақсатымыздан шығатын бағалау критерийіміз әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сабақта анықтаймыз. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын талдаймыз және әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттей отырып қарама-қарсы суреттеулерді табамыз. Келесі балалар, біз мынау кім жылдам әдісімен Google формасымен бүгінгі төңкерілген сабақ болғандықтан үйге сендерге арнайы бейнеролик берілді. Осы бейнероликте біз Нұрдәулет Ақыштың өмірбаянымен «Нағыз әже қайда» әңгімесін оқып келуге берген болатын. Ендеше біз өзіміздің алған мәліметіміз және бейнероликтен түсінгеніміз бойынша біз тапсырмаларды пысықтау мақсатында кім жылдам әдісімен мына сұрақтарға жауап береміз. Бізге жауап беріп жатыр екен оқушылар. Амангелді, Мадияр, Иманғали, Айнұр. Қалған оқушылар кіре алмай отырмыз. Дұрыс жауап беріп жатқан оқушылардың жеке-жеке сұрақ бойынша шкаласы шығыпты. Бебек болып қалады. Азамат қосылды, және де қосылды, жақсы жауап беріп жатыр. Қанатқа бармасаңыз, жақсы. Сегіз оқушыда бар ма? Сегіз оқушыда жауап берді, жақсы. Ендеше балалар, міне бізде жауаптарыңызды көрулеріңізге болады. Дұрыс жауап берді. Өздеріңізде міндетті түрде сілтемеде жауапты көретін текстті бастанда қанша балл алыпсыңдар? Сол шығар. Азамат қанша балл бізде? 8-де 8 балл. Бірінші неге көруге болады? Кесте бойынша. Жақсы. Балалар, бізде 8-де 8 балл. Жәнерге бізде қанша балл алып отырмыз? 8-ден 6 балл. Әліге тақырыпты меңгеруіміз керек сияқты, және Мадияр, Иманғали, Айнұр, Қанатар Рамазан. Қанша балл алды? Міндетті түрде мына диаграммадан көрулеріңізге болады. Келесі, олай болса балалар, келесі тақырыпқа көшейік. Тапсырмаға. Балалар, біз бір
бірінші тапсырмада әңгіме сюжетін төмендегі жүйеге сай жоспар ретінде жазып шығып, жоспарға сай келетін үзінділерді оқу арқылы шығарманың фабуласын табамыз. Балалар, жалпы біз сабақта композициялық талдау жасап жүрміз, иә? Ал шығарманың фабуласы дегенді қалай түсінесіңдер? Кім айтады қаны? Шығармадағы оқиғалардың рет-ретімен баяндалуын фабула деп атаймыз. Өте жақсы балалар. Ендеше фабуланың не екенін ал Жәнерке айта ғой. Композициялық элементтер. Оқиғаның басталуы, әкесінің қыздарға ертегі айтуы, оқиғаның байланысы, Райханың төтесінен сұрақ қоюы, оқиғаның дамуы, Аяның әже деген кім деп сұрақ қоюы, оқиғаның шиеленісуі, Азаттың үйіне қонаққа барып, нағыз әжені көре алмауы, оқиғаның шарықтау шегі, ол әже ертегі мүлде білмеуі, оқиғаның аяқталуы, әкесі қыздарына уәде беруі. Өте жақсы. Ал басқа топтан? Оқиғаның басталуы, әкенің кішкентайларға ертегі айтуы, оқиғаның байланысы, Райханың әкесіне сұрақ қоюы, оқиғаның дамуы, кішкентайлардың бізге нағыз әжені көрсетіп қоймауы, оқиғаның шиеленісуі, Азаттың ілтипаты, оқиғаның шарықтау шегі, кішкентайлардың нағыз әжені көрмеуі, оқиғаның аяқталуы, әкесі кішкентайларға уәде беруі. Мадияр жауап береді. Оқиғаның басталуы, қыздарына ертегі айтуы, оқиғаның байланысы, Райханың төтесінен қойып қалған сұрағы, оқиғаның дамуы, әкесіне нағыз әжені көрсетіп қыңқылдауы, оқиғаның шиеленісуі, әкесі қыздарына нағыз әжені көрсетуге уәдесі, оқиғаның шарықтау шегі, Аяның үнсіз қалуы, оқиғаның аяқталуы, әкесінің қыздарына уәде беруі. Жақсы, жарайсыңдар. Ал ендеше балалар, тапсырманы бағалайық. Қай топты бір-бірімізді бағалайық? Бірінші топтан. Мен осы тапсырмада берілген дискриптор бойынша үшінші топты бағаласам, олар әңгіменің сюжеттік желісін біледі, және де әңгіме мазмұны бойынша жоспар құра алды. Және олар әңгіменің фабуласын жақсылап баяндады. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Дұрыс бағалап атақпай. Ендеше екінші топ. Қай топты бағалаймыз? Мен бірінші тапсырманың дискрипторы бойынша үшінші топты бағалап келеді. Әңгіме сюжеттік желісін біледі, әңгіме мазмұны бойынша жоспар құра алды, әңгіменің фабуласын баяндай алды. Өте жақсы. Келесі үшінші топтан кімді бағалаймыз? Мен екінші топты бағалаймын. Олар әңгіменің сюжеттік желісін біледі, және әңгіме мазмұны бойынша жоспар құра алады, және де әңгіменің фабуласын дұрыс баяндайды. Өте жақсы. Тамаша балалар, бір-бірімізді бағаладық топпен. Ендеше келесі тапсырмамыз салыстыру аймағы әдісі арқылы шығармадағы қарама-қарсы және салыстыра суреттеулерді табамыз. Шығармада балалар бізге қарама-қарсы суреттеулер кімдер? Райха мен Ая, қала тәрбиесі мен ауыл тәрбиесі, Азаттың әжесі мен жолдастың әжесі. Өздеріне қазір парақ берілді, сол тапсырма арқылы талдаймыз. Тапсырма орындамастан бұрын балалар салыстыра суреттеу, қарама-қарсы суреттеу дегеніміз не? Кім айтады? Әдебиет теориясынан өтті, балалар. Рамазан. Салыстыра суреттеу дегеніміз ұқсату арқылы адамның ішкі және сыртқы іс-әрекеттерін байланыстыру суреттеу. Өте жақсы. Ал қарама-қарсы суреттеуді дегеніміз артыншы суреттеулер. Мысалы, ауыл тәрбиесі мен қала тәрбиесі, Ая мен Райхан. Өте жақсы. Ендеше балалар, біз тақтадан. Салдар екінші тапсырманы кім айтады? Бірінші топтан Иманғали. Райхан, ашық жарқын, кез келген сұрақты төтесінен ой табады. Көрпайтын, батыл қыз. Ая, моман әдетті ой жинақтап сұрақ қоятын. Нәтте қыз. Дұрыс па балалар? Салыстыра бөлімі келесі. Қала тәрбиесі. Қалаға балалар далаға шықпайды. Шыққанымен телефонымен ойнап өз денсаулығын құртып алады. Кейбіреулері мүлде шықпайды. Десе де болады, бала бақшада өседі. Кейбіреулер жартылай қазақ, жартылай орыс. Қала ауылдан қанша есе дамыса да, ауыл салт дәстүріне жетпейді. Ауыл тәрбиесі. Ауылда денсаулықтары
сау және еңбекқор болып келеді. Және де олар әжесінің атасының қолында өскен. Олар қазы, қарта, май жеп өз денсаулықтарын жақсартады. Жылқы үстінде отыра алады. Таза ауада көз алады. Және ешқандай жерлер жақындамайды. Жақсы, өте жақсы. Жасұлан айтады. Азаттың әжесі ұрыспайды. Ұрысса да ұялатпай қол босап, бос отырмай ұршық үйріп өзгелерге ақыл айтып отырады. Әрқашан жайдарлы жүреді. Тіпті нағыз әже қазақы киім киеді. Жолдастың анасы яғни бабушка бет әлпеті өзгеше боянған әже. Тіпті олар өзге балалардың көңілін қалдырмай ертегі айтуы тиіс еді. Бірақ ол ертегі білмейтін айтты. Өте тамаша. Ендеше біз топты бағалайық, балалар. Мен үшін екінші топты бағалайтын болсам, олар шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді таба алды. Шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді салыстыра білді. Тамаша. Келесі қай топ бағалайды? Гәні? Мадияр бағалай қойып, қай топты бағалаймыз? Мен мына дискриптив бойынша бірінші топты бағалаймын. Шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді таба білді. Шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді салыстыра алды. Жақсы, жарайсың. Келесі үшінші топтан кім айтады? Жасмин айта ғой. Мен осы берген дискриптор бойынша бірінші топты бағалағым келеді. Шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді тапты. Шығармадағы қарама-қарсы суреттеулерді салыстыра алды. Біздің келесі тапсырмамыз төрт сөйлем әдісі арқылы шығарма мазмұны бойынша өз ойымызды әрқайсымыз ортаға салып қорытындылап, нағыз әже қайда, кейіпкердегі шығармадағы жалпы нағыз әже кім екенін талдайық. Алдарына тапсырма берілді. Өз ойымызды кім айтады? Қай топтан? Бірінші топтан Арман. Бірінші пікір. Қазіргі заманда ұршық иіретін, кимешек киетін әжелер сирек кездеседі. 2. Дәлел. Нағыз әже қайда мәтінінде айтылған. 3. Мысал. Қазіргі әжелер қасы көзі бояп, орамал тақпайды. 4. Қорытынды. Осы уақытта орамал тағатын, кимешек киетін әжелерді кез келген жерден таба алмаймыз. Жақсы, жарайды. Келесі екінші топтан. Нағыз әже өз немересіне ертегі айтады. Кейбір әжелер немересіне ертегі айтпаса да өз ертегісімен тамсандырады. Қазір нағыз әжені табу қиын десе де болады, өте сирек кездеседі. Заманауи әжелердің қасы шашы қиылған, ескі заманның әжелерінен жас көрікті болып көзге түседі. Әжем өте мейірімді, орамал тастамайды. Біздің біліміміз өз көргендігінің арқасында біздің білімімізді арттырады. Онымен қоймай түрлі дәмді тағамдармен ерекшеленеді. Үшінші топтан Бексұлтан айта ғой. Бір пікір, Азат қыздарға нағыз әжені көрсеткісі келді. Бірақ оның қолынан келмеді. Дәлел, Азат мысалға жолдасы үйіне барғанда заманауи әжені көрді. 3. Мысал, қазіргі таңда нағыз әжелер азайып бара жатыр. 4. Қорытынды. Қазір көп әжелер ертегі білмегендіктен ол әжелер азайып бара жатыр. Сондықтан да оларды бөліп жабудың қажеті жоқ. Келесі бірінші топтан Арман өзін-өзі бағалайды. Мен тапсырмада берілген дискриптор арқылы өзімді бағалаймын. Шығармадағы оқиғаны бүгінгі күнмен байланыстыра алдым. Шығарма мазмұнын өз ойымен талдай алдым. Өте жақсы. Келесі екінші топтан Мадияр өзіңді бағалай ғой. Мен үшінші тапсырма бойынша берілген дискриптор бойынша өзімді бағалаймын. Шығармадағы оқиғаны бүгінгі күнмен байланыстыра алдым. Шығарма мазмұнын өз ойымен талдай білдім. Дұрыс па балалар? Талдай білді, иә? Үшінші топтан келесі Бекасыл. Үшінші тапсырма бойынша өзімді бағалаймын. Шығармадағы оқиғаны бүгінгі күнмен байланыстыра алдым. Шығарма мазмұнын өз ойымен талдай алдым. Жақсы, тамаша. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабақта 3 тапсырма арқылы
Нұрдәулет Ақыштың нағыз әже қайда әңгімесін талдай білдік, иә. Өзіміздің үйден оқыған, білімімізді алған, мәліметтерімізді пайдалана отырып, тапсырманы сәтті орындап шықтық. Ендеше бүгінгі сабаққа кері байланыс берейік балалар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда не қызық болды, не қиын, не құнды болды. Кері байланыс берейікші. Кәні? Бірінші топтан Айкен. Маған ең құнды болғаны ол Нұрдәулет Ақыш туралы көптеген мәліметтерді білдім. Ал ең қызық болғаны нағыз әже қайда мәтініндегі Ая мен Райханның әжені тапқаны және таппағаны. Ал маған ең қиын болғаны. Өте жақсы. Келесі. Мен үшін құнды болғаны бұл нағыз әжені сипаттау. Мен үшін қызық болғаны Ая нағыз әжені көрмеуі. Ал мен үшін қиын болғаны Райхан мен Ая қонақтағы бауыршаны көруі. Өте жақсы. Ал бірінші топтан Кенекке жауап бере ғой, кері байланыс. Мен үшін құнды болған нағыз әженің бойындағы қасиеттері. Ал мен үшін қызық болғаны Ая мен Райханның бойындағы нағыз әженің бейнесі. Ал мен үшін қиын болғаны Ая мен Райханның нағыз әжені таппауы. Өте жақсы. Жарайды балалар. Ендеше балалар, біз бүгінгі тақырыбымызды жақсы түсіндік деп ойлаймыз, иә. Бәріміздің әжеміз бар. Және ол заманауи әже. Нағыз қазақи әжені біз кімнен көрдік? Ая мен Райханның әкесінің әжесі екен, иә, нағыз әже. Олай болса, балалар, біз қазақи нағыз әжені тек қана теледидардан ғана емес, өзіміз болашақта қазақи әже болуға тырысайық, иә. Әріптестер, бүгінгі сабағымыз осылай